Ал, дайынбыз ба? Қарайға. Енді біздерде программамызды қалай жазамыз? Сонымен, сіздерде мына инттің не екенін біздер білеміз да. Бұл нені білдіретін еді? Яғни сан типі да, бүтін сан. Айнымалының типі. Біздің айнымалымыздың атын не деп алдық? FTR да. Ол FTR деген фоторезистор дегенді қысқартылғандағысы. Сіздер оны жаңағыдай өздеріңізге ыңғайлы фоторезистор толық жазсаңыздар болады. Қай портқа қосылған? A0-ге қосылған. Сонымен, void setup. Void setup'тың ішінде қарап тұрсаңыздар, режим неге ауысты? Инпутқа ауысты. Яғни енді режим ток шығармайды, наоборот не істейді? Сигнал күтеді. Токты күтеді, фоторезистордан келетін сигналды күтеді. Жаңа команда serial нүкте begin 9600. Бұл нені білдіреді? Serial begin 9600 деген как раз бізде 0 мен 1-дің жұмысына бастайды. Бұл деген нәрсе қандай? Ардуино'мыз тек қана фоторезистордан келген ақпаратты өңдеп қоймау керек. Сол ақпаратты енді сол контроллеріміз ноутбукке жібереді. Біз көзбен көре алатындай. Түсінікті ме? 9600 деген ол ақпарат жылдамдығы, бот. 9600 ақпарат жылдамдығы. Кез келген сан жаза беруге болмайды. Яғни Arduino IDE мен микроконтроллердің арасында бекітілген белгілі ақпарат жылдамдықтары бар. 9600 деген по умолчанию ол ең төменгісі, бірақ бізге қажетті фоторезистор үшін тиімдісі да 9600 бот. Енді void loop. Байқап тұрсаңыздар, int деген айнымалына хабарлау жалғыз нең ішінде емес, void setup'тың үстінде емес, void loop'тың ішіне де салдым. Бұл нені білдіреді? Егер де сіздер қандай да бір программа жазып жатқан кезде жоғарғы жақта айнымалына хабарлауға ұмытып кетсеңіздер, төменгі жақта қайттан хабарлауға болады. Бірақ бір ғана ережемен сіз хабарлаған мына айнымалы өзіне дейін қолданбаған болу керек. Өзінен кейін қолдануға болады, хабарлаған сәттен бастап. Хабарлаған сәттен кейін қолданамыз, бірақ дейін қолдануға болмайды. Сонымен өте беріңіз. Light level деген сүрініп қалмаңыз. Так, light level деген айнымалына хабарладық да? Light level. Яғни бұл light level деген атаудың өзі де мен просто бергенім да. Light деген жарық, level деген деңгей, жарықтылық деңгейі. Сіздер оны LL немесе жаңадай просто жарық деген сияқты солай хабарлауға болады. Мен просто ертең сіздер бәлен күн өткеннен кейін оқып қараған кезде переводын аударсаңыздар түсінікті болсын деген нәрсемен. Light level. Енді мынандай нәрсе. Неге аналог деп жазып қойдым? Неге аналог деп жаздым? Себебі A0 неге жатады? Аналогқа жатады. Аналог. Read қандай? Аудармасы қалай? Read оқу. Яғни ол енді бана write деп сигнал жазбайды. Енді наоборот аналог портым A0-ім. Наоборот күтеді. Аналог read деген айнымал емес, ол функция. Аналог read, бана digital write деген сияқты, мынау аналог read деген функция. Ол аналог read енді кімнен сұрайды спросты? Фоторезистордан сұрайды. Яғни A0 порттан сұрайды. Не болып жатыр деп. Түсінікті ме? Сенде қандай жағдай болып жатыр? Бұл өзінің күйін айтқаннан кейін оны кімге меншіктейді? Light levelға меншіктейді. Яғни A0 портта қандай өзгеріс, қандай сигналдар болып жатыр, соның бәрін light level өзіне меншіктеп алады. Түсінікті ғой да? Біздер алдағы уақытта әрқашан бұның негізгі қолай қоюдың мақсаты мынандай. Әрқашан біз аналог read FTR деп жазып отырмас үшін бір айнымалға меншіктеп қойып, алдағы уақытта тек қана осы айнымалын жазып жұмыстана беруге болады. Түсінікті ғой да? Программа осы айнымалға жүгінген уақытта ол мында келеді аналог read'тан ақпарат сұрап алады. Не болып жатыр деп. Аналог read айтады мысалы, менде қараңғы, менің сигналым 0 дейді. Light level алады да 0-ді өзіне меншіктеп алады да, басқа жердің барлығында сол 0 деген ақпаратты айтып жүреді. Түсінікті ме? Сосын ақпарат өзгерген кезде қайттан меншіктеп алады. Енді мынандай нәрсе бар. Serial.print және serial.println деген екі командам бар. Serial print'ті қарап тұрсаңыздар, не бар мына жерде? Екі кавычка да, немесе тырнақшам бар да, екі тырнақшам бар. Екі тырнақшамның ішіндегі сөзде біздің комментарий сияқты, компиляция жасаған уақытта ол мына тырнақшаның ішіндегі сөзді тексермейді. Түсінікті ме? Оны как шығаруым керек сөз деп қабылдайды. Сіз оның ішіне кириллицамен жазсаңыз да, басқа сөз жазып қойсаңыз да, оны қарамайды. Мысалы, мына ішінде не тұр? Жарық деңгейі тең болады деген тұр. Яғни монитор біздің Arduino IDE мониторына жарық деңгейі тең болады деген жазу шығады. Түсінікті ме? Сосын барып serial println дегенге light level деген, яғни банаға аналог read'тан сұрады ғой, не болып жатсың деп. Ол 0 болып жатырмын десе, ол 0 деген ақпарат шығады. Енді print пен printlnнің айырмашылығы қандай? Print деген ақпаратта, мысалы, егер print деген болса